Bir күні базарда тұрсам, bir ayel kişi tor figurni şaşın qırqып alған, şalbar tırыстырып, енді жыртылып кетейін деп тұр. Futbolkada kiyip alған жаңағы. Кейін мен тақияда тұрмын. Содан bir hijabпен bir қыз өтіп бара жатыр. Dedi. Siz moldasın? Ha, moldam. Analar qarasın, o'sitib жүрісі жарасады ма? Біздің әжелеріміз өстіп жүрген бе? Бұлар вахабилер ғой. Мәдім жоқтан, біздің әжелеріміз тур саған құсап жүрген дедім. Шашын қырқып, аузына маймылға ұқсап майла, тырнақтарын бұлай қылып өсіріп алып, тырысып тұрған шалбарларды, футболкаларды киіп жүрген біздің әжелеріміз деп атымды. Өзімізше оранғандарды көреміз де, вахабистер дейміз. Және де не бар, ана жерде галстук таққан біреулер сөйлеп отырды, дәстүрімен жүрмейді. Шашын қырқып алып отырып дәстүрмеді. Қайсы әжеміз шашын қырқып алып, көкірегінің сызығына шейін көрсетіп отырып, қазақтың дәстүрінде бар меді бұл? Biz özlüğümüzde tanımamız gerek. Siz benim bizden kızımız bu namısımız. Keşke babalar Karatağ'dan köşkelet, köşken sayın bir taylak boz gelet, karındastan ayrılgan caman eken, kara közlet möt jas gelet degen babalar. Olar şinimen babalarımız etti. Қазіргі галстук таққан, өзінің қызымен, жастыменен төсектес болып атқандығы жалған ба? Әйел кісі сіз берен біздің арымыз, намысымыз. Бұны сақтау bütün халықтың жалғыз ғана молданың ғана жұмысы емес. Бұл сіз берен біздің әр біріміздің жұмысымыз. Өзіміздің ұлтымызды, қыздарымызды, балдарымызды сақтауымыз. Бұл мешіттерге көбірек келуімізбенен болады. Жамағаттарды жинауымызбенен болады. Қаран кешегі бабаларымыз аза естуді армандап кетіп еді. Екі этажды міне мешіттер тұр. Төпілі пол сондай. Қанша үйлерде жоқ бұл. Дұрыс ба? Мынандай төпілі пол үйлерде жоқ. Осындай жерге келінмегеннен кейін қаяқтан ұлттық намысын қалады.